Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы бүгінгі видеода қазіргі таңда хит салат болып жатқан алатау салатының жасалу жолымен рецептімен бөліспекпін. Бұл өте алатау десе алатау болып тұратын, таудай болып тұратын салаттардың бірі, өте дәмді болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге керекті заттардың барлығын дайындап аламыз. Ішіне осындай мен секілді помидор, огурцы және де осындай түрлерін қоссаңыздар болады. Сыр, колбаса бар және де ең бастысы осындай чечил қажет болады. Осындай қымбаттау түрін аламыз. Сол кезде біздің чечилдеріміз бір-бірінен ажыратқанда өте оңай ажырайтын болады. Мінекей достар, қолдарыңыздың көмегімен чечилдерді бірінші осылай түтіп шығатын боламыз. Яғни бір-бірінен ажыратып, ең оңай болу үшін осылай қолымызбен бүйтіп жұмсартып, дәу бөліктерін осылай қолдарымызбен істесек, өте жұмсақ, оңай ажырайтын болады. Міндетті түрде дәл осылай істеп шығыңыздар. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді келесі барлығын кезекпен кезек турайтын боламыз. Осындай мен вареный колбаса алдым, докторский деген, және де помидор, огурцымыз бар, сыр бар. Осыларды қазір турап шығатын боламыз. Ішіне көксөк қосып жіберсеңіздер де болады. Енді біздің салаттың аты айтып тұрғандай, алатау салаты болғандықтан біздің туралатын заттарымызды кішкене тауға ұқсатып тураймыз. Сол кезде біздің салатымыздың атына өзі сай болып тұрады. Мінекей қиғаштап турасаңыздар барлығын өте әдемі болып шығады. Алатау салаты болып шығады. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей барлығын турап шығатын боламыз. Өте оңай жасалу жолы, дәмі сондай керемет болып шығады. Мінекей тау секілді ұшын шығарып, барлығының ұшын шығарып осылай істеп шығатын боламыз. Барлығын турап шығамыз достар. Ал енді помидорға кезек келген кезде, бұл білесіздер бізде үш бұрышты бола алмайды, өйткені су шығып кетеді, ыңғайсыздау. Сол себепті осылай видеода көрсетілгендей турап шықсаңыздар болады. Немесе чили помидор қолдансаңыздар да болады. Ол кезде тек қана бір чили помидорды 4 бөлікке бөліп қосатын боласыздар. Мінекей помидорымызды да салып аламыз, және де ең бастысы сырымызды қосуды ұмытпаймыз. Сырымызды дәл осылай турап, видеода көрсетілгендей үш бұрышты қылып турайтын боламыз. Яғни біздің салатымыздың аты айтып тұрғандай тау секілді болып тұруы қажет. Енді барлығы дайын болғаннан кейін үстіне тұзымызды салып, араластырып, және де майонезімізді салып, араластыратын боламыз. Әрине көз мөлшерімен саласыздар достар. Және де мен кішкене осындай қара бұрыш қосып жібердім. Дәмі сондай әдемі болып шығады. Қосып жіберсеңіздер де болады, болмаса қоспасаңыздар да болады. Осылай барлығын араластырып, біздің тарелкамызға салатын боламыз. Әрине аты айтып тұрғандай, біз алатау салаты болғандықтан кішкене төбесін үйіп салатын боламыз. Сонда біздің салатымыз өте әдемі көрініп тұрады. Және де үстіне дайын болғаннан кейін чечилді осылай әдемілеп қоятын боламыз. Мінекей керемет қылып осып орап қойсаңыздар да әдемі көрініп тұрады. Мінекей достар, біздің 5 минутта дайын болатын алатау салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы өте оңай, бірақ сондай дәмді болып шыққан. Қонақтың келе қалған жағдайда дастарханның көркін ашатын салаттардың бірі, өйткені қазіргі таңда хит салат болып жатыр. Және де достар, менің арнамнан басқа да көптеген рецептерді көре аласыздар. Міндетті түрде арнама өтіп көрсеңіздер болады. Сіздермен болған Майра Сауытбекқызы.